Біз қазір қазаққа қазақтың тілін қалай үйретеміз деген деңгеймен 32-ші жыл тәуелсіздікті әлі алысып жүрміз. Қазақ классында, сыныбында оқып жүрген қызым 3 жылдың ішінде орыстанып шыға келді. Бүгінгі күндегідей iPhone аласың ба, жаңағы Toyota Camry аласың ба, жоқ кітап аласың ба деген сұрақ қой. Екінің бірі шешен бола алмас. Өкініштісі көптеген ақсақал жасына жеткен үлкен кісілер бата бере алмай жатады. Кез келген қазақты менің алдыма келсе кәсіпкер жасап бере аламын деген. Депутат, министр екен, осы керемет кісі шығар деп емес дейді. Оның сөйлеген сөзі, оның тәжірибесі, өмірлік ұстанымы, білімі, ақыл парасат дейді да. Соған қара дейді. Жоғары оқу орындағы оқытушылар, профессор атағын алғандар, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімдерінің өзі шешендік өнерді жалаң тұрғыдан түсінеді. Адамның қалай сөйлей алу қабілеті оның өмірдегі жеткен жетістігіне, ақшасына тікелей пропорционалды. Шешенсің деген кезде Шымкент жақтағы сөздер ұйқасып кетпейді ма? Жоқ. Құрметті достар, бүгін бізде кезекті әңгімелесу. Бүгін менің әңгімелесетін кейіпкерім, өзімнің құрдасым Жарқын Сәленұлы деген азамат. Бұл азамат кім деген сұрақ туып жатса, айтқан сөзім жаңағы екеуміз түйдей құрдаспыз. Тәңіртаудың баурайында қазақилыққа сол бесіктен бастап толық еміп өскен қазақилықтың дәмін толық түсінген, оны өмірінде қолданып жүрген шешендік өнер майталманы, қазіргі таңдағы Абай атындағы республикалық дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын республикалық мектеп-интернаттың шешендік өнер пәнінен дәріс беріп, балаларды шешендікке баулып жүрген қазіргі таңдағы ортамыздағы батырымыз Жарқын. Жәке, қош келдің. Енді көріп те жүрсің, алдындағы сұхбат әңгімелесулерде біз бір кәсіби журналист емеспіз. Бірақ енді өзіңнің журналист деген мамандығың бар, сондықтан да бүгін сөз тізгіні көбірек өзіңе шығып кетуі мүмкін. Ал дегенмен бұл жерде бір әңгімелесу емін-еркін. Жазып алып, одан кейін қиып тастап, қатты бір монтаждау деген жоқ. Көңілден, ойдан не шығады, соны сөйлесеміз. Енді өзің шешендік өнерге жақын болғаннан кейінгі бүгінгі біздің әңгіменің арқауы да сол шешендік өнер бағытында болмақ. Енді шешендік өнердің не екендігін халық бәрі жақсы біледі, оның қажет екендігін барлығы түсінеді, оның не екендігін, оның этимологиясын шығарудың қажет жоқ шығар деп ойлаймын. Бірақ та енді ол адамның әдемі сөз саптауы. Ол қазіргі таңда өзінің өзектілігін жоғалтты ма, әлде күшейді ма? Өзіңнің пікірің. Соны бір Жақсы, рахмет. Әуелі осы сыр сұхбатқа шақырғаныңа алғыс айтамын. Бұл өте өзекті, жақсы тақырып. Меніңше, тоқетерін қысқа сұраққа қысқа жауап беретін болсам, өзектілігін жоғалтқан жоқ, керісінше маңызы артып жатыр. Сөзімді былай бастағым келеді. Өнер алды қызыл тілін безеніп, шешен жігіт тауда ойнар. Ақ балтырын түрініп, балуан жігіт тойда ойнар. Баданасын киіп ап, бар қайратын жиып ап, батыр жігіт жауда ойнар. Дастарханның кең жайып, жомарт жігіт күнде ойнар. Баданасын кие алмай, жауға батыл тие алмай, бедрей бетпақ үйде ойнар дейді біздің қазақ. Міне осыдан ақ біз шешендік өнердің қадір қасиетін білеміз. Екінші бір сөз, алмас қылыш майданда серік дейді. Асыл сөз майданда да серік, сайранда да серік дейді. Үшінші бір сөз дулат дегеннен шығады. Дулаттың атын текке қоймаған. Дулат Бабатайұлы деген қазақтың тарихында үлкен тұлға бар. Біз оның сөздерін, асыл сөздерін ұрпақтың жадына сіңіреміз. Сол дулат Бабатайдан қалған андай жақсы сөз бар. Ту ұстап тұлпар жаратпай, алдынан топ таратпай, елді аузына қаратпай, жай оғындай оғатпай, анадан тудым дегенмен бастамаса ел ұланба дейді. Ер азаматтың бойында болатын қадір қасиетті ерекшелікті осылай жіктейді. Егер біздің азаматтарымыздың бойында елді аузына қаратын шешендік, қарататын шешендік, топты артына ертетін көсемдік, іскерлік сияқты қабілеттер толық болатын болса, онда ел ешқандай қиындыққа ұшырамайды. Енді шешендіктің мән маңызына қатысты кішкене тарқатып бағанағы пікіріңді негіздеп айтар болсам, шын мәнінде теориялық тұруға бармай-ақ қояйын, бірақ өкінішке қарай қазіргі күнде шешендік өнердің мән маңызын терең түсінетіндердің қатары көп емес деп айтар едім. Сенің пікіріңе сәл қайшылау пікір айтқым келеді. Тіпті жоғары оқу орындағы оқытушылар, профессор атағын алғандар, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімдерінің өзі шешендік өнерді жалаң тұрғыдан түсінеді. Қалай дейсіз?
Шешендік өнерді әдебиеттің бір тармағы, бір бағыты ретінде қарастырады. Бұл өте жаңсақ пікір. Менің түсінігімде шешендік өнер бұл ұлтты танудың, ұлттың болмысын танудың, жан дүниесін танудың тікелей айғағы. Өйткені шешендік өнер тек қана сөз өнері емес. Оның ар жағында саясат, дипломатия бар, оның ар жағында мәдениет бар, тарих бар, оның ар жағында адамгершілік құндылықтар бар. Мен енді сөзімді жалаңдыққа ұрындырмай мысалмен айтайын. Дипломатия мәселесі. Ұлы даланың төсіндегі ерекшеліктің бірі, ең әуелі мысалы қазақ қырғыз, қазақ түрікмен, қазақ жоңғар қарым-қатынастарына қарайтын болсақ, ең әуелі елшілікке барып, бір-бірімен сөз арқылы, елшілік арқылы бітістіруге тырысқан. Жауласпай, дауласпай сөз арқылы шешуге тырысқан. Мысалы бағана студияға келетін кезде өзің айтып қалдың, 14 жасар Қазыбек жоңғардың қоңтайшысының алдына барады. Сол жерде қазақтың біраз азаматтарын тұтқынға алады, малын олжаға алады. Сонда бір топ адаммен бірге 14 жасар Қазыбек жоңғардың қоңтайшысының алдына барып, мынандай сөз айтады. Енді салыстырып қарайық, бүгінгі 14 жасар бала осы сөздің мән мағынасын түсіне ме? Жоқ. Бұрынғы 14 жастағы баланың ойлау деңгейі жоғары ма? Біз қазақ қырда мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Жеріміздің шетін жау баспасын деп, төрімізден құт береке қашпасын деп, көк найзаның ішіне көтеріп таққан елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Дұшпанға еш бас ұрмаған елміз. Дәмтүзді ақтай білген елміз, достықты сақтай білген елміз. Асқақтаған қан болса, сөз ұқпайтын паң болса, қан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса күң болам деп тумайды. Ұл мен қызды кекке қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақта, біз қазақ қарпысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең шабысқалы келгенбіз. Сен Қабыланда, біз арыстан алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желімбіз, шабысқалы келгенбіз. Берсең дұрыстап бітіміңді айт, бермесең дірілдемей тұрсатын жеріңді айт дейді. 14 жасар баланың отты жанарымен айтылған өр рухқа толы осы сөзге мысы басылған жоңғардың қоңтайшысы босағада тұрған 14 жасар Қазыбекке қарап айтады: "Ай бала, осыншама сөзді айтқанда сенің орның төр екен ғой" дейді, "төрге шық" дейді. Бағанағы жүні жығылып қалған, мысы басылып қалған. Сонда 14 жасар бала Қазыбектің айтқанын қараңызшы. Біздің қазақ дейді, жасына қарай отырып, жағына қарай сөйлейді. Менің ағаларым төрде отырса дейді, менің төбеде отырғаным емес пе дейді. Қазақтың қандай керемет мәдениетін көрсетіп отыр. Осы жерден бірнеше дүниені шығарамыз. Бірінші, осы жолы жаңағы тұтқынға түскен қазақ пен малды алып қайтады, дипломатиялық қатынас. Екінші, өр рух пен жігер. Үшінші, 14 жасаның баланың бойында бар интеллектуалды қабілет. Төртінші, қазақтың дүние танымында үлкенді құрметтеп, жасына қарай төрге отырғызады, бірақ сөз сөйлегенде тимайды. Ата тұрып ұл сөйлесе ер жеткені болар, ана тұрып қыз сөйлесе бой жеткені болар деп 14-15 жасындағы алғаш дауға араласқан Қазыбектер мен Төле билерге жол берген кешегі қазақтың керемет болмысын көреміз. Міне, шешендік сөздің астарында жай ғана сөз емес, қазақтың дүние танымы, болмысы, тарихы, мәдениеті, тағы басқа дүние бар. Осындай жүздеген мысал келтіруге болады. Енді жаңағы осы сөзге бір сұрақ ретінде қойып кетейін. Сонда біз әке тұрып ұл сөйлегеннен без деген бір түсінікке қосымша осындай сөз сөйлей алатын, саптай алатын балалар болса, оның бетін қақпай белін буып, оған сөйлеу мүмкіндігін беру мәдениет жатыр ғой. Беру мәдениет жатыр. Енді осыған мысал айтайын, бұл да жалаң болмасын. Шу өзенінің бойында үйсін мен арғын жерге таласып қалып, екі жақтың биі сөзге жаңағы бәтуаға келісе алмай жатады. Сонда сөзін жаңағы топтың ортасынан суырылып шығып, "О, игі жақсы ағалар, өзегі талса ел біткен, өзен бойын жағалай" дей берген кезде төрде отырған билердің бірі айтады: "Ата тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без" деген сырын айдай сандаған кім мынау дейді. Сонда ана 15 жастағы бала тұрып айтады: "13-те отау иесі демес пе, кінәлімін бе келіп қалсам 15-ке. Сөз сөйледім, бұйра көрмеңіз айыпқа, ала көз болу ағайын адамға лайық па" дейді да. "О, игі асқар тауымыз, әділ ме осы дауымыз, жарасында тұрғанда жасырынып жауымыз" деп сөзді ары қарай жалғастырады. Сонда төрде отырған билердің бірі айтады: "Қой асығы демеңдер, қолыңа жақса сақа тұт, жасы кіші демеңдер, ақыл асса аға тұт" деген билікті саған бердік дейді. Көрейін енді өнеріңді деп тұр ғой. Сонда 15 жастағы бала айтады: "Сартабақтан сарқыт қайтады. Билікті маған берсеңіз, Сартабақтан сарқыт қайтады. Шу өзеннің оң жағын үйсін, сол жағын арғын жайласын" дейді. Екі жақ осы бір ауыз сөзге келіседі. Сонда төрде отырған би айтты дейді бағанағы: "Ай, сөйлеме" деп тектеп тұрған адам. "Үй баласы ма десем, ел баласы екенсің. Ай, маңдайлы арысым, талабың алдан өтелсін. Ауылыңның бағы бол, маңдайының тағы бол әумин" деп батасын береді. Бұл 15 жаста дауға араласқан Төле би екен. Міне біздің бабаларымыз осылай ақтан берді айтады: "Жасым жетіп 15-ке, кірер мекем кеңеске. Бұған ағатып белбекі берегескен дұспанмен шығар күн туар егеске" деп армандайды. 15-ке жете алмай жатыр. Кеңеске шықсам шіркін, дауды
бетін, жаудың бетін қайтарсам дейді. Сөйтіп 17-де құрсанып, қылыш алдым білекке, жауға қарай аттандым, жеткіз деп Алла тілекке дейді. Қандай құлық. Жарқын, енді осы жерде тағы да бір сұрақ келіп тұр. Сол 14, 15, 13 жасында, 17 жасында жаңа Ақтанберді бабамыздың жауға аттанғандағы. Қазіргі таңда сол жас шамасындағы балалармен жұмыс істеп, оларға шешендік өнердің дәмін сездіруге қызмет жасап жүрсің. Солай ғой. Қазіргі оқытып жүрген шәкірттерінің арасынан жалпы қазақтың болмысында бар, бабаларымыздың бойында қалыптасқан батылдықта, шешендікте туа біткен бір қасиеттің бір жұрнағын көреміз ба қазіргі балалардың ортасында? Әрине көреміз. Көбірек байқаймыз. Енді өзің түлеп ұшқан Абай мектебіне небір таланттылар бұған дейін де келіп оқып кеткен, қазірде бар. Сол таланттылардың бойынан болашақ елдің тізгінін нұсқайтын көшбасшыларды анық байқаймыз. Өйткені олар тауып айтады, ойланып сөйлейді. Кәдімгі сөздің асылын айтады. Сондай балалар бар. Әрине бәрі керемет шешен, бәрі мықты дарынды деп айтпаймын. Өзің айтқандай солардың арасында көшбасшы болуға лайықты оқушылар бар. Біз солардың жүрегіндегі, көңіліндегі сәулесін, шырағын жағып жатырмыз. Қазіргі шәкірттердің арасындағы бір сөзін келтіруге бола ма мысалға? Сөзбе-сөз болмаса жалпы мағынасы. Жалпы мағынасы әлеуметтік желіге байланысты жаңағы тауып айтатын кезеңдері болады. Біз мысалы соңғы кезеңдерде шешендік сайысты тауып айту бағытына бағыттап жатырмыз. Сол кезеңде өткенде 5-ші республикалық ділмар шешендік өнер байқауы өтті. Сонда сұрақ бесік жырына қатысты болды. Бесік жырына беташарға қатысты болды. Қазылар алқасы сұрақ қойды. Сайысқа түсіп отырған екі оқушының бірі 11 сыныпта оқитын жыл шешені болған Аяулым Айдарқыз еді, біздің мектептің оқушысы. Шырағым, бесік жыры дегенді біледі екенсің, хабарын біліп отырсың, қазір ойыңнан құрап бір шумақ бесік жырын айтып берші деді. Ол өмірі өлең жазып, өлең ұсынып көрмеген оқушы. Бірақ сол жерде 4 жолды кәдімгі ұйқасына, мағынасына келтіріп айтты. Дәл қазір менің есімде жоқ, бірақ біздің көңілімізден қатты шықты. Себебі тура сол сәтте қойды сұрақты. Ол шамамен 30 секунд ойланды, бірақ бесік жырының шарттары мен талаптарына келетін деңгейде айтып шықты. Міне біз қазір шешендіктің түп нұсқасына жақындап жатырмыз. Бұл шешендік деген сөз барлық, сөз қу бастан қуырдақтық ет алу емес. Әрине. Бұл ойланып сөйлеу, тауып сөйлеу ғой. Енді оның мән мағынасын байыбына бармай шешендік дегенде әйтеуір аузыма келгенде оттай салу деген сияқты қабылдайтын адамдар да бар ғой. Оны шешен су, ділмар су деп айтады. Жағымсыз мағынада ділмар. Дұрыс. Ал бұл шешендік қайдан кетеді Жарқын? Шешендіктің келу қайнары 3 түрлі негізде деп айтады. Осы шешендік өнерді зерттеуші профессор монография жазған филология ғылымдарының докторы Серік Негин. Бірінші қанмен келетін қасиет. Бұл көбірек біздің ұлы даланың бойында қанмен келетін әкесі шешеннің баласы шешен оқиғалар өте көп. Тектілік. Екінші бұл еңбектену арқылы, іздену арқылы, жалықпай іздену арқылы келеді. Үшінші теориялық қисындар, яғни оқу, білім, ержете келе осының қадір қасиетін түсіну арқылы. Енді бұл жерде көп дүние қазіргі адамдар ойлайды, менің қанымда туа бітті жоқ, мен қалай шешен боламын, менің шешендігімді дамытуға бола ма деген сұрақ келеді. Мен бұған тарихтан мысал келтірейін. Біздің жыл санауымызға дейін кезеңде грек жерінде Демаспен деген атақты шешен өткен. Сол бала кезінде сөйлей алмайды екен. Тіпті даусы да шықпайды, бірақ армандайды екен. Шіркін, бүкіл елді таңғалдырған атақты шешен болсам деп. Соны замандастар мазақтайды. Сенің қолыңнан шешендік келу деген қайда? Сен аузыңды жағыңды да аша алмайсың ғой. Байқұс сорлы дегенге келтіреді ғой. Сонда ол содан кейін намыстанып, өзіне мақсат қойып, ұзақ уақыт бойы жаттығады. Мысалы, 1-2 мысалын айтайын. Сол көпшіліктің алдына шықпай өзін дайындау үшін шашын тақырлап алып тастайды екен да. Сол шашы өскенге дейін үйден шықпай дайындалады екен. Қазіргі күнгі балаларға да келеді, әлеуметтік желідегі телефонды жинап тастап дайындалу деп айтсақ болады. Бүгінгі күнмен үйлестіруге. Екінші, ырыл деген әріпті анық айту үшін итті ырылдатып қойып сонымен жарысып сөйлейді екен. Итпен ырылдасады. Итпен ырылдасады. Ыр деп айтады, анауды айтады, ана ыр деген әріпті анық дәл жеткізу үшін. Өйткені кейбір дыбыстар дұрыс айтылмаса керек. Үшіншісі, теңіз жағасына барып, теңіздің шулы толқынымен жарысып айғайлайды. Дауысын ашып, мына жерде кеудені ашу керек қой. Сөйлеген адам дыбыстарды, әріптерді анық жеткізу керек. Ал ол бала сол технологияны қайдан біліп тұр? Енді оның бір жағы өзінің жаттығулар, бір жағы өзіне дейінгі алдындағы ұлы тұлғалар Платон, Сократтардан келген, тағы басқа дүниелерменен қалыптасқан болса керек. Соныменен не керек? Осындай жаттығулардың нәтижесінде бүкіл әлемді аузына қаратқан даңқты шешен болады. Мынандай сөз қалған екен, Цицерон сөйлегенде елдің көзіне жас келеді дейді. Демаспен сөйлегенде ел үйіне қайтуға асығады екен. Себебі оның айтқан дүниелерін орындауға тырысады дейді. Осындай деңгейдегі шешен болған. Сондықтан шешендік деген дүние
осындай жаңағы жаттығу арқылы келеді. Енді шешендік өнерді зерттеген Балтабай Адамбаев деген қазақтың керемет ғалымы бар. Сол кісінің мынандай сөзі бар. Шешендік дейді, көріп білгенді көкейге тоқып үйренуді тілейтін, үнемі айтыс тартысқа түсіп жалықпай жаттығу арқылы қол жеткізетін өнер дейді. Шешендік деген осы. Енді тағы бір сөз айтайын. Серік Негейінов айтады, шешендікке берген бағасында. Шешендік дейді, біліктілікпен, білімнен, қуатты түйсікпен, терең сезімнен, санадағы саңлақтықпен, ұшқыр қиялдан, тер төгумен, ой тербелісінен туындайды дейді. Міне шешендік жайдан жай құралмайды. Бұл адамның бойындағы жан-жақты білім, ақыл парасат, ойдың ұшқырлығы, тереңдік және ең бастысы қажетті кезінде қажетті сөзді дәл тауып айта білудің шеберлігі. Сондықтан да ұлы даладағы шешендікті бұрын қазір өзіміз аса мойындамағанмен, түсінбегенмен өзге ғалымдар мойындаған. Мысалы академик Радылов айтады, қазақтар өзімен көршілес халықтармен салыстырғанда ұрымтал тұста отынды сөз таба алатын шешендігімен ерекшеленеді. Қазақтар кідірмей мүдірмей сөйлейді, ойын ұғынықты анық дәл жеткізеді. Ауызекі сөйлеп отырған кездің өзінде әуенмен ырғақпен сөйлейтіні сонша өлең екен деп қаласың. Енді бесік жырынан басталып біз әуенмен тәрбие аламыз ғой. Жалпы мысалы енді осыған мен мысал келтірейінші. Барлық нәрсеміз мысалмен дәлелмен болсын. Өлеңмен ырғақпен келеді дегенде. Абайдан айтайық. Көбі Абайдың шешендігін білмейді. Абайдың ақындығын, ойшылдығын тағы басқасын біледі. Біз Абай мектебінде болғасын Абайдың шешендігін көбірек оқытамыз. Бір мысал айтайын. Абайдың ауылына Жаңғұт шешен келеді. Абайдың үйленбеген жас кез екен. Енді 13-14 жасар кезі болса керек. Сонымен Жаңғұт шешенге келіп батасын алайын деп сөйлесіп тұрғанда Жаңғұт шешен Абайға бірнеше сұрақ қояды. Сынау үшін. Ол кезде сұрақ қояды, сынау үшін. Дүние неге сүйенеді дейді. Абай, дүние үмітке сүйенеді дейді. Көздің көрмесі бар ма? Көз қабағын көрмейді. Шам жарығының түспесі бар ма? Шам жарығы түбіне түспейді. Өз тамағына тартпайтын мақұлқат бар ма? Өз тамағына тартпайтын мақұлқат болмайды дейді. Сонда Жаңғұт тұрып айтады, осы айтқандарыңды өлеңмен жеткізші дейді. Сонда Абайдың берген жауабы, сіз сұңқар самғай ұшқан қиядағы, талпынған біз балапан ұядағы, өрнекті өлең сөзбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үміт тиянағы, көз көруі жетпейді қабағына, шам жарығы түспейді табанына, өз сабын болат пышақ өзі кеспес, мақұлқат тартпай қоймас тамағына деп жауап береді. Сонда Жаңғұтты қатты риза болып Абайға батасын береді. Абай одан кейін ет желініп болғаннан сұрақ қояды, дүниеде арзан не, қымбат не, дауасы не дейді. Сонда Жаңғұтты арзан өтірік, қымбат шындық, дауасыз кәрілік емес пе? Маңдайың жазық екен, ойлығың шығар, жанарың от деген ақындығың шығар деп батасын береді. Абайдың тағы бір мысалын айтайын. Бала кезінде нағашысына барады, Алшынбайдың ауылына. Содан 12-13 жастағы кезі ғой, есіктен ассалаумағалейкум деп әндете сәлем беріп кіріп келеді. Сонда нағашысы Шаншар, қаракесектің ішіндегі Шаншарлар 3-4 жыл шалқасынан түсіп жатады. Шалқасынан түсіп жатады да Абайға былай айтады, пай, мына көмейі суырылған шешеннің сәлемнің өзін әндете баптауын-ай дейді. Екінші шал іліп алып кетіп айтады, Құдай оңдағанда көзінің әкесіне тартпауын-ай дейді. Үшінші шалда қарап тұрмай айтады, әлден жүндес қошқар секілді үстіне түктің қаптауын-ай дейді. Сонда Балабайдың берген жауабын қараңыз. Шаншарлар қызын ұзатқан кезде жабылып түкті бала таппа деп айтпауын-ай деп, үшеуінің айтқан сөзін бір-ақ ауыз сөзбен жауап береді. Сонда Алшынбай үшеуіңе бір сыбаға деп мырс-мырс етіп жантайып жата кеткен екен. Міне Балабайдың тапқырлығы өл жерде ұйқас, мағана, мазмұн, тереңдік бәрі жатыр. Керемет. Енді жаңа тарихтағы шешен, ұтқыр, ұрымтал сәттерде ұтымды сөз табатын бабаларымызды айтып жатырмыз. Айта берсек таусылмайтыны, таңнан таңға сөйлесетініміз анық, жарқын, солай ғой. Қазіргі таңда, қазіргі қоғамда, қоғам алдында жүрген азаматтардың арасында шешендігін байқап, сүйсінетін, соларға қарап басқаларға үлгі болады дейтін азаматтарды айтсақ кімді айтар еді? Әрине ондай азаматтар бар. Бізде енді өзіміз шет жағасын көзін көрдік. Мысалы абыз жазушы Әбіш Кекілбайұлы сөйлегенде қандай керемет сөйлейтін еді. Жеріне жеткізіп отырып айтатын еді, жетесіне жеткізіп отырып айтатын еді. Одан кейін мына шешендіктің бір бағыты білмір шешендік деп Ахмет Байтұрсынұлы жүктейді. Ғылым саласындағы шешендік, ғалымдардың шешендігі, мысалы кешегі Мұхтар Әуезовтің, одан кейін Зейнолла Қабдоловтардың, мен өзім Асқар Егеубаевтың бір баяндамасын тыңдадым. Ғабит Мүсіреп атындағы жастар театрында. Сонда ана кісінің жасаған баяндамасынан мен қатты шабыттанғаным, риза болғаным, қуаттанғаным сонша есімнен ешқашан кетпейтіндей болды. Асқар Егеубаев ғылым саласындағы шешендіктің керемет үлгісін көрсетті. Қазіргі кезеңдегі тұлғалардың арасында да бар. Мысалы Жүрсін ағамыздың тап бермеде тауып айтатын сөзінің өзі, бұл шешендік дегеннің өзі тап бермеде тауып айту. Жүрсін ағамыздың сөйлеген сөзінің өзі. Кешегі Әшірбек Сығайлар, марқұм Әшірбек ағамыз сөйлеген кезде қандай керемет айтатын еді. Тағы осы сияқты көптеген тұлғаларды, азаматтарды айтуға болады. Енді мысал үшін билік сатысында жүрген азаматтардың арасында
Иманғали Тасмағамбетовтің сөз саптауын қалай бағалар еді? Әрине жақсы бағалаймыз. Иманғали Тасмағамбетов билік саласындағы жаңағы сөзге шебер, шешен сөйлейтін тұлғалардың қатарына жатқызуға болады. Одан кейін енді кім Мұхтар Құл-Мұхаммед ағамыздың да шешендігін, ол кісінің де білімділігін, ол кісінің де ерекшелігін қосып айтуға болады. Керемет. Ал енді жаңа айттық қой, шешендік қайдан келеді дегенде қанмен келеді, яғни текпен келеді, ол еңбекпен келеді, одан кейін біліммен келеді. Енді біз айтыстың да қолдан келгенше жанында жүреміз. Қазіргі кездегі енді алдыңғысы өз алдына айтыскерлердің әдемі айтыс жасауы, ұтымды сөздерді қолдануы, ол да бір шешендіктің көрінісі ғой. Әрине, міндетті түрде айтыста шешендіктің керемет көркем көрінісі бар. Ол бұған дейінгі әсеттердің айтысында, Сүйінбайдың Қатағанмен айтысында, одан кейін кешегі өмірден озып кеткен біздің Оразалы Досбосыновтың айтысында қандай көркемдік, образды оймен шешендік бар еді. Бүгінгі мысалы Бекарыс Шойбековтердің, Мұхтар Ниязовтардың айтысында да кейде керемет бір тіркестер, образды ойлар, есте бірден қалатын дүниелер қалыптасып жатады. Айтыста шешендік баяғыдан бар, өйткені ол да тауып айту қасиеті, ол қанмен келетін қасиет. Айтыс жалпы қанмен, айтыскерлік текпен қанмен келетін қасиет. Шешендіктің ерекшелігі оны кейіннен қалыптастыруға болады. Енді ол жерде мысалы үшін қанмен келетіндігі өз алдына, онымен толықтай келісемін. Білімділіктің болуы да керек, себебі қойылған сұрақ, жасалған шабуылға толыққанды мәліметі, мағлұматы жоқ адам жауап бермеуі екіталай. Одан кейінгі білімділігі ұтқырлығы. Себебі мысалы үшін әдемі ұйқас жасайтын ақындар көп. Суырып салатын, шаппа-шапта айтысатын ақындар көп. Ал көп жерде менің байқайтыным, айтысты сыртынан қарап тұрған кезде, қойылған сауалға, шабуылға жауап берген кезде, енді сахнада отырған кезде әупірімде ұтымды жауап табу да қиын. Бірақ та сыртта тыңдап отырған ақындардың берер жауабы сырттан қарағанда жеңілірек болады. Себебі сырттан қарап тұр ғой. Сол жерде көптеген ақындардың дәл сәтте ешкімнің ойына келмеген жауап арқылы ұтымды шығып кетуі нағыз сол шешендіктің келбеті емес пе? Келбеті. Мына жаңа ойымды негіздейін, ақынның бойында білімділік болмаса, онда өте қиын, ауыр дүние. Жасандылыққа, жеке басқа кететін, мәдениетсіздікке барады. Баяғы ақындар қандай білімді, парасатты бола, мысалы әсеттердің айтысына, мына Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы жинаған көптеген айтыстар бар, діни айтыстар бар. Сол кезеңде мына шариғаттың бүкіл нелердің бәрін суша сапырады. Бір-біріне іздеп барып сұрақ қояды. Біржан Сараның айтысына да қараңыздар, Сүйінбайдың айтысына да қараңыздар. Географияны білу, тарихты білу, мәдениетті білу, шежірені білу. Ақынның бойында білімділік болмаса, онда ол бір жағы ақсап тұрады деген сөз. Керемет. Енді қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Әр қоғамның, әр уақыттың өзіндік бір ерекшеліктері, жақсы жақтары, кейбір осал тартқан сәттері болады. Қазіргі таңда енді жалпылама халық үшін сөйлейтін орта ол той томалақ, ас сәттері. Осындай сәттерде кейбір кезде бата бер дегенде бата мен тілектің айырмашылығын таба алмай жататын адамдар бар. Осы бойынша бір-екі ауыз сөз айтамыз ба? Ең өкініштісі осы болып тұр. Қазір баталы сөз, баталы құл арымас, батасыз құл жарымас дейді. Негізі батаның жөні мен жолы басқа. Мүлдем басқа. Біздің батаға деген ықыласымыз, бата беруші мен бата алушының арасындағы жүріп жатқан дүниелерді біз қазір мүлдем ұмыттық. Қазір шынында бата бер десеңіз қолында жаймайды. Екіншіден мүлдем басқа бағыттағы тілектерді айтумен кетеді. Бата беру мысалы мына көкіректегі алтын сандыққа қазынаны жинаған қазыналы қариялардың мына елге, жұртқа бата сұраған адамға шын ниетімен айтатын тілегі, қабыл болатын дұғасы. Бүгін енді біз мына сөз өнеріне деген қадір қасиет, бағана міне біз мәселе көтеріп отырған шешендік өнер, бабалардың мұрасына деген қадір қасиетпен соны түсіну деңгейінің төмендеп кетуіне байланысты өкініштісі көптеген ақсақал жасына жеткен үлкен кісілер бата бере алмай жатады. Сондықтан да біз сондай келешек ұрпақ ондай болмас үшін біз мектеп қабырғасынан бастап оқушыларға батаның қадір қасиетін, батаны оқуды, білуді, бата алу дәстүрі қатарлы дүниелерді жалғастыруымыз. Мен бір жақсы батаға қатысты не айтайын. Біз бала кезімізде міндетті түрдегі орындалатын дүние болатын, жеті атаға жетіп
жығылған Жамангөз әулетінің қара шаңырағы Нұрман деген кісінің үйіне міндетті түрде алысқа аттанып бара жатқан кезде үйіне барып Ұлжар деген әжемізден бата алып қайтатынбыз. Қара шаңыраққа барып міндетті түрде. Қайтып келгеннен кейін біз аман келдік деп тағы да бір кесе саумалын ішіп маңдайымыздан иіскететінбіз. Міне бұл біздің барлық сәтте жолымызды ашып отырды. Өйткені ол бүкіл әулеттің қара шаңырақтан бата алу. Енді осы бата алуды айнытпай орындайтын бір азаматты көріп көңілім риза болып жүр. Ол біздің мектептің түлегі. Өзің де жақсы білесің, айтыста да шешендікте де олжа салған Сүлеймен Демирел университетінің 1-ші курс студенті Жалғас Серікболұлы. Жалғас Серікболұлы мектепте жүрген кезде көптеген айтыстарға, мұқағали оқуларына, шешендік сайыстарға барады. Бара жатқан кезде қандай сәтте болмасын менен бата сұрайды. Ол мектепте болсам ұстап алып сұрайды. Мектепте болмасам WhatsApp-тан жазып береді. Немесе хабарласады. Жарқын ағай, маған батаңызды беріңізші деп. Кез келген сәтте шамамның келгенінше аузыма Құдай салған сөзбен бата беремін. Барлық сәтте әрине жолы болып келіп жатады. Менің риза болғаным мәселе оның жаңағы жүлделі орын алып келуінде емес. Оны былай да алып жатыр ғой. Мәселе оның тектілікті, батаны сақтағандығы, ата жолын сақтағандығы, тәрбие көргендігі. Міне осыны жалғастырған біздің мектептің оқушылары қазір де бір сапарға аттанып жатқан кезде бата сұрайтын. Енді біз бата беру жасында келмесек те ырымдап отыр ғой. Біз баулыған, ұстазы болғаннан кейін, мұғалімі болғаннан кейін бір шарапаты жақсы сөздің пайдасы тиеді деген шығар. Сондықтан бата беру дәстүрін үлкен кісілердің, біздің ақсақал жасына жеткен адамдардың міндетті түрде орындауын сұрайтын едік. Енді ең қызығы біздің оқушылар қазір үлкен кісілерді осы тұрғыдан мәдениетті түрде ұялтып, бата беруге, батаны үйренуге бағыттап жүр. Мен бір мысал айтайын. Желілік Абай мектептер арасында Алтын сырты күміс республикалық шешендік өнер байқауы 3-ші рет Кереку жерінде, Ертіс Баян өңірінде өтті. Сол жерде біздің мектептің 9-шы сынып оқушысы Нұрайым Жасұланқызы қатысып шешендік сайыста мынандай тақырып түсті. Жаңағы ата әжелердің мектебін көрдіңіз ба деген. Сонда мынандай бір жақсы әңгімені айтып келді. 9 жасар жетес 90-дағы Төле биге амандаса барады. Сонда Төле би бата басқа, қынатасқа, ақыл жасқа не қалайсың балам деп сұрайды. Бүгінгі күндегідей iPhone аласың ба? Жаңағы Toyota Camry аласың ба? Жоқ, кітап аласың ба деген сұрақ қой. Сонда ат берсеңіз өліп қалады, тон берсеңіз тозып қалады. Одан да өшпейтін көкейден көшпейтін батаңызды беріңіз, соған ризамын дейді. Сонда Төленің берген батасы бүгінге дейін жетті. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Бір елдің ағасы болма, бар елдің данасы бол. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала. Өзегіңді алса өзен бойын жағала. Басыңа аш түскенде көпшілікті сағала. Өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол, досыңа адал бол, дұспаныңа қатал бол. Әумин деп бата береді. Осы батаны айтып келді де Нұрайым былай алып келді сөзді. Міне дәл осындай кешегі жетес сияқты алдына барып жүгініп отырып бата сұрап барайық десек, осындай деңгейде бата бере қалатын ақсақалдарымыз бар ма деген өзекті сұрақ туындайды дегенде, қазылар алқасында отырған филология ғылымдарының докторы белгілі ақын Серік Елікбай ағамыз. Серік Елікбай ағамыздың пікірі: айналайын құлыным деді. Сен біздің өзегімізді өртейтін ерекше бір мәселені қандай мәдениетті жолмен алып келдің? Біздің де алдымызға біреу келіп жүгініп тұра қалып бата сұраса, біз бата бере аламыз ба? Біздің бүгінгі үлкендер қандай бата беріп жүр деген сұрақты бізге қойдың ғой, қандай мәдениетті жолмен алып келдің деді. Жаңағы біз көтеріп отырған мәселені шешудің жолдарын айтып отырмын, соның қадамдардың жасалып жатқанын айтып отырмын. Біз осы оқушылар арқылы, осы буын арқылы өзін де өзгені де тәрбиелейтін жаңа қоғам, жаңа Қазақстан құрғымыз келеді. Яғни бұл сөзді тағы да бір қайталап айтатын болсақ, Жәке, бізді көрермен, біздің сөзіміз, әңгімеміз ұнап жатса, осы әңгіменің барысындағы айтылған дүниені өзіне саралап, ертең менен жасы кіші, іні, қарындасым бата сұрап келген кезде, оған бата беруге лайықты деңгейім бар ма, айтар сөзім бар ма деген сұрақты өзіне қойып, осы нәрсені өзін мазалататын дүние ретінде қабылдап, бата беруге дайын болу керек. Атамұра баспасынан Серік ағамыз құрастырған Ақ бата деген кітап бар. Тағы басқа өнер баспасынан да шыққан көптеген батаға арналған кітаптар бар. Ақпаратын да берейік, жолын да көрсетейік. Сол кітаптарды алсын да оқысын, дайындалсын. Жоқ, енді кітапты оқыған әрине шешендікке, бата беруге, әдемі бата бере алудың өзі де шешендік. Әрине. Ал енді оған әрине білімділік, оқығандық, еңбек керек екендігі сөзсіз. Дегенмен де сол жинаған білімді бір қорытып, әдемі шығара білу де бар ғой. Себебі енді шыны керек, біз қазір шешендік туралы сөйлесіп отқаннан кейін, барлық адамды шешен бол деп шақырып отырған сияқтымыз. Онымыз дұрыс. Бірақ енді жалпы табиғатында
өзінің интроверттік қасиеті бар. Көсіліп сөйлеуден тартынатын, қымсынатын, қысылатын азаматтар да бар екендігін түсінуіміз керек. Енді екінің бірі шешен болуы да мүмкін емес. Солай ғой. Негізі тырысса бола алады. Енді менде мынандай ситуация болған. Осыдан бірнеше жыл бұрын бізді Аман Тасыған сұхбатқа шақырды. Ол жерде Ахметбек Нұрсила деген ағамыз болды. Мен болдым, үшеуміз сөйлесіп отырдық. Сол кезде Ахметбек Нұрсила ағамыз кез келген қазақты менің алдыма келсе кәсіпкер жасап бере аламын деген тезисті қолданды. Сол сөзіме жауап берем деді. Енді мен тікелей қарсы шықпасам да сол сәтте екінің бірі кәсіпкер болады деп айту қиын деді. Себебі ол да әртүрлі сәтпен жарайды еңбек болсын, жарайды білім болсын, бірақ қанмен де келетін дүниелер бар ғой. Туа біткен бір болмыс бар ғой. Енді оған бейімділік бар. Сол сияқты ол шешендікке де бірінші кезектегі бірінші айтқан сөзіміз тектілікпен қаннан келіп тұр ғой. Сол нәрсені ескере отырып, екінің бірі шешен бола алмас, бірақ та әдемі сөз саптап, ортасында өзінің ойын сыртқа әдемілеп шығара алу. Менің айтайын дегенім, адам өзін кейбір қабілетін шектейді. Менің қолымдан мынау келмейді, мен мынаны істей алмаймын деп қабілетін шектеп жабылып қалады. Негізі онда бар екенін ол білмейді, тырысып көрген жоқ, ниеттеніп, еңбектеніп көрген жоқ. Сондай талай оқушыны, талай адамды біз аштық. Мүлде келмей, жоқ дегендер кейін өзі, мысалы біздің мектепте де болды. 100% ба? Кәдімгі 80-90%. Біздің мектепте қазақтың тілін әрең сөйлейтін, көп сөздерді түсінбейтін, көпшіліктің алдында сөйлеуден қатты ұялатын, сол үшін оқушыларды 10-11 сыныпқа келген кезде мен енді ашық түрде, жазбаша түрде де, ауызша түрде де 3 жылда не үйрендің, не түйдің деп енді дайындап отырамыз ғой. Тобалдыға шығарып, сонда сол оқушылардың айтқан әлі есімде. Ағай деді, мен 8 сыныпта келген кезде мүлдем басқа адам едім, өзім ойлайтынмын, бұл менің қолымнан өлсем де келмейді деп. Бірақ мен келетіндігіне көзім жетті дейді. Өлсем де келмейді деген оқушыға осылай. Сондықтан бұл жерде жаңағы Абай айтқан өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деген нәрсені көбірек ескерген дұрыс. Келсем. Енді бұл біздің мектептегі шешендік өнер пәнінің бар екендігі, оған мұрындық болып, сол бағытта балаларды баулып жүрген жарқын өзің сияқты шешендікке жақын азаматтардың болғаны көңілді қуантпай қоймайды. Себебі енді осыдан 1-2 жыл бұрын біз мектебіміз жайында ұлт руханиятының ұстаханасы деген деректі фильмде түсіргенбіз. Сол жерде біздің мектептің ерекшелігі білімі жағынан, жаратылыстану жағынан, енді өз алдына гуманитарлық білімі жағынан басқа мектептерден оқ бойы озық болмағанмен де кем түспейтін, кейбір жерде асып түсетін сәттері бар екенін білеміз. Бірақ та біздің мектептің ерекшелігі осында шешендік өнер, стилистика, журналистика деген сияқты әртүрлі руханиятқа жақын гуманитарлық пәндердің арқасында ұлттың тіліне қанық болып өсетін ұрпақты тәрбиелеу. Яғни Әлихан Бөкейхан айтпақшы, ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден ғой. Сіздер сол мінезді қалыптастырып жатсыздар. Ал енді жарайды, ол балаларға арналған қалыптасқан методика, бағдарлама бар. Шешендікке баулу бойынша. Осы әңгімені көрген үлкен азаматтардың өзі де жарқын сәлеммен танысайыншы, мені шешендік өнерге баулай алам екен, үлкендерді де шешендікке жақындататын әдісі бар ма екен деген сұрақ туса, не деп жауап береді? Негізі бұған дейін көп Инстаграмда маған жазғандар болды. Ең таңғалатыным, асабалар көп жазады Инстаграмда, маған мені шешендікке дайында деп. Бірақ шынын айтсам, біріншіден уақытым болмады. Мен балаларға, ұрпаққа, жас ұрпаққа, соларға көп уақыт бөлгендіктен уақытым болмады. Екіншіден ниетім де болмады. Енді үлкен адамдар негізі дайындап көруге болады, тәрбиелеуге болады, жетілдіруге болады. Мына шешендік өнер деген әлемдік деңгейдегі үлкен танымал тұлға Дейл Карнегидің кітабы. Осы кітапта Дейл Карнеги зауыттың директоры, химия саласындағы, жаратылыстану саласындағы адамдарды жақсы сөйлеуге үйрететін әдіс тәсілдерін көрсетеді. Мына кітаптың ішінде соның бәрі жазылған. Бағанағы менің айтып отырғандарды қолдан келтір. Бағана менің айтып отырған жаңа сөйлеуді қолдан келтіруге бола ма деген. Жалпы енді үлкендерге де арнап бөлек бір бағдарламамен әдіс тәсілдер қарастыру керек шығар. Өйткені мен әлі бұл салаға ойланып, мән бермеген екен, бірақ ұсыныстар болды. Осы жаққа қарай келгім келіп отыр ақырында. Біріншіден, мынандай сұрақ қойайын. Сұрақ қоймайын, жалпы осыны талқылайық. Қазіргенді біз қайтадан даму жағынан алдыға шыққан озық мемлекеттер ретінде шығысқа қайтадан келе жатырмыз. Бірақ та өткен ғасырда әлемді
алдына шығып әлемді өзіне қаратып тұрған батыс әлемі болды. Батыс әлемінде қалыптасқан мынандай пікір, сөз бар. Адамның қалай сөйлей алу қабілеті оның өмірдегі жеткен жетістігіне, дәулетіне, енді ашық айтсақ, ақшасына тікелей пропорционалды деген түсінік қалыптасқан. Яғни сен қалай сөйлей аласың, өзіңнің ойыңды, өзіңнің ісіңді, өзіңнің жасайтын жобаңды жұртқа қалай жеткізесің, соған орай сенің алатын ақың, жететін жетістігің, табысың болады дейді. Осы ойды қалай айтар едің? Енді бұл ойды Абай бұндай бір ауыз сөзбен айтқан екен кезінде. Кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісі ал дейді. Жақсы. Былай мысалы, мынау костюм шалбар киген екен, депутат, министр екен, осы керемет кісі шығар деп емес дейді. Оның сөйлеген сөзі, оның тәжірибесі, өмірлік ұстанымы, білімі, ақыл парасат дейді да. Соған қара дейді. Естілердің сөзін ескеріп жүрген кісінің өзі естіп болады деген 19-шы қара сөзінде ашып айтады. Сөйтеді дағы осыны байлайды. Екіншіден тағы бір нәрсе, бағана дәулетке қатысты мәселеге тоқталғым келіп отыр. Бұл екі жақты мәселемен қарастыру керек. Бірінші, қазақ даласындағы би шешендердің ішінде шынын айтқан кезде ауқаттылар аз болды. Көбінің жағдайы жаңағы өзінің сауып ішерлік сауынынан аспаған. Бірақ олар аштан қалмаған. Неге? Себебі қазақ даласындағы бай бағландар, би болыстар, хан сұлтандар өнер адамдарын әлпештеп құрметтеген. Оларды апталап, айлап, қонақ қылып, астына ат мінгізіп, шапан жапқан. Сол құрметпен өмір сүрген. Енді осыған қатысты бір мысал айтайын. Бұл біздің қанымызда бар, біздің ғана ұлы даланың қанында бар ерекше қасиет. Сөзге құрмет ету, кісіге құрмет ету, өнерге құрмет ету. Өзіңде осы салада жүрсің, жаңағы азаматтықтың, мырзалықтың жолында жүрсің, сондықтан есіңде жүрсін деп айтып отырмын бұл әңгімені. Торғай жерінде өткен Сейдахмет деген шешен жарлы екен. Бір күні осындай алқалы топта бай бағландырып отырған топтың ішінде көсіліп, шешіліп отырып, сөйлеп отырған кезде сол елдің бір әлі деген байы тұрып, Сейдахметке айтады: "Әй, осы Құдайды әділетсіз ау" дейді. "Мына саған тілмен жақты бергенде малмен дәулетті бермей кеміткенін қарашы" дейді. Өзі кемсітіп отыр, анан келейсің деп отыр ғой. Сонда Сейдахметтің айтқан: "Әй, бір әлі" дейді, "берем десең дәулет өзіңде де тұр ғой, соның біразын беріп Құдайдың өзін ұялтсаңшы" дейді. Сонда бір әлі айтады: "Балаңды жібер" дейді. Ол заманда тауып айтылған сөзге, уәжге тоқтау деген керемет қой. Ертесі баласы барса, алдына 10 шақты қой беріп, салып айдап кет депті. Сонда баласы айтты дейді: "Әкем айтып еді, бір әлі қой берсе, жаяу айдатпайды деп еді" дейді. "О, Құдай ай" дейді да, астына ат мінгізеді. Бір ауыз сөзге астына ат мінгізіп, 10 шақты қой айдатқан. Міне, біз сөзді бағалаудағы ерекше құндылығымыз шығыстағы. Екінші бір мәселе. Бұхардың сөзінде бар: "Ерге дәулет бітпесе, шүлдірлеген қызыл тілден не пайда" дегенде бар. Яғни, ердің бойында дәулет болса, әрі шешендік қабілеті болса, ол 2 есе, тіпті 10 есе артығырақ халқына пайдасы тиеді деген сөз. Тек қана қызыл тіліңді сауамын деп жүріп, малсыз, дәулетсіз қалма, еңбексіз қалма, жалқауланып қалма дегенді еске салып. Сондықтан шешен болам деген адамның бойында жан-жақты қасиет болу керек. Бүгінгі таңда да, яғни іскерлік қасиет. Мен мысалы оқушыларға мынандай талап қоямын, 3 түрлі бағытпен айтамын. Бірінші, сөйлесең сауатты сөйле. Екінші, жазсаң сауатты жаз. Үшінші, істесең сауапты іс істе. Сенің сөзіңмен іс-әрекетің қабысса, барлығы сауатты болса, онда сені жұрт тыңдайды, онда сенің сөзіңе жұрт тоқтайды. Әйтпесе бүгінгі күнде жаңағы қызыл тілді сайрататындар көп. Сөзбенен ананы қатырамыз, мынаны қатырамыз, аспандағы айдалып береміз дейді. Ісі жоқ. Алаяқтар көп. Ал шешендік өнер, шешен болған адамның бойында сол сөзіне нандыру, сендірумен қатар өзінің бойында сондай тұлғалық қасиеттер болу керек, көшбасшылық қасиеттер болу керек. Бүгінгі заманауи технологияларды меңгеру керек. Бірнеше тілді біліп тұрса тіптен жақсы. Бүгінгі мүмкіндіктердің барлығын саралап отырып өткенмен бүгіннің арасында алтын дәнекер бола алатын керемет қасиет болса, онда оны шешен деп соңынан елеруге болады. Сондықтан менің өзіме де әлі шешен деп айтуға ерте. Мен де өзім шешен деп санамаймын. Жұрттар шешенсің деп қояды. Бірақ шешендікке оқушыларды баулушымын деп айтамын. Баяғыда ритор шешенсің деген кезде Шымкент жақтағы сөздер ұйқасып кетпейді ма? Жоқ. Тура мағынасынан түсінген кезде әлі шешендікке жете қойған жоқпыз деп айтамын. Енді мен де сұрақ қойғым келеді. Бағанадан бері сұрақтарға жауап беріп отырмын. Бір айланып келсек. Бір сұрақты ұмытпай тұрғанда қойып жүрейін. Жақсы. Осы мектеп туралы айтып жатырмыз, мектепте сабақ беретінімізді айтып жатырмыз.
өздерің оқыған кезеңде осы шешендікке сөз өнеріне баулитын пән бағыттар бар ма еді? Қазіргі сенің де жақсы сөйлеуіңнің негізі бәлки сол кезеңдерден қаланған шығар, соны да білгім келеді. Енді жалпы өмірге деген тұғырды қалыптастырып берген сол қазір өзің қызмет етіп жатқан, біз оқыған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете отыратын республикалық мектеп-интернат. Ол алтын ұямызға өмірлік қарыздарымыз. Содан да шығар қазір қолдан келгенше қамқоршылық кеңестің қатарында жүріп, ұшқан ұя деген түлектердің бірлестігін ұйымдастырып мектепке қолғабысымыз тисе деп жатырмыз. Аманшылық болса келесі жылдан бастап мектепке арналған жаңа мектептің ғимараты салынады. Бөбектің жерінің орнында 18 гектар жерде. Оған да депутаттық тараптан қолдан келгенше көмек берейін деп жатырмыз. Біздің бала күнімізде енді аптасына кемінде 5 рет қазақ тілі, 4-5 рет қазақ әдебиеті пәні болды. Одан бөлек бізде шешендік өнер болды. Бізде абайтану болды. Бізде стилистика деген сабақ болды. Бізде журналистика деген сабақ болды. Сол кезде, мысалы үшін, журналистикадан Үмбетбек Уайдин ағамыз берді. Абайтанудан Айнагүл деген апайымыз берді. Шешендік өнер сабағынан Несібелі деген апай сабақ берген. Қателеспесем, одан кейін стилистикадан берген ұстаздың атын аузыма түсіре алмай отырмын енді. Оғанда біршама 25 жылдай уақыт өтті ғой. Шынымен де сол кездегі біз бала күнімізде сол пәндерді баста қатырғаннан басқа не керек деген бас артық нәрсе деп есептейтінбіз. Енді менің бала күнде математика қызығушылығым көбірек болды. Соны бүгін ба кеше ма бір азаматтармен әңгімелесіп отырғанда айтам, мен математиканы 9, 10, 11 сыныптарда университетте жүргенде қатырған жоқпын. Бірақ та 9, 10, 11 сыныптарда гуманитарлық жақтан қосымша багаж алдым. Сол кезде бос дүние жасап жүрген шығармын деп ойлағанмын. Ал қазіргі таңда қарасам, соның берген математикадан қарағанда соның гуманитарлық тұрғыдағы алған білімнің салмағы артығырақ болғандай қазіргі уақытта сезінемін. Себебі ол нәрсе жоқ болса, сол кезде қаланбаса, екеуміз өстіп сөйлесіп отырмайтын едік бұлай деп ойлаймын. Бір ғана мысал, енді ең қарапайым мысал. Солай ма деп ойлаймын. Сол үшін енді ол үшін жалпы тағдырға, жаратқанға ризамын, әке-шешемнің сол жаққа апарғанына ризамын. Сондықтан да ол нәрсе бізде болды. Қазіргі таңда менің өзімнің қызым 11 сыныпты аяқтап жатыр. Шыны керек 8 сыныпқа қинап апарғам. Себебі қаланың басқа мектебінде оқып жүрген кезде таң қалғам, Дулаттың қызы осы мектепте оқиды дегенге, ана қымбат мектептерге, халықаралық мектептерге неге апармады. Бірақ риза болғам. Енді мен нақты ситуацияны айтайын. Ол не үшін қызымды Тамыз деген ақылы мектептен алып, өзіміздің мектепке апарып бергенім. Тамыз мектебінде 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныпта оқыды да, қазақ классында, сыныбында оқып жүрген қызым 3 жылдың ішінде орыстанып шыға келді. Ата-ана мен баланың арасындағы түсініспестікті қалыптастыратын қазір қоғамның бір дерті болып тұрған ситуация, қаланың балаларының тәрбиесіндегі. Сол ситуацияны өз көзімізбен көріп, қолымызбен ұстағаннан кейін қайдан шықсаң онан шық деп алдап, арбап, қинап 8-ші сыныптан бастап мектепке кіргізіп жібердік. Қазіргі таңда оған да ризамын. Себебі ауылдың балаларының психологиясын, олардың әртүрлі проблемаларын толыққанда түсінетін, менің айтқан сөзімді түсінетін, ертеңгі болатын Асылтас театрына бірге ілесіп баратын қызым қайтадан қалпына келді. Енді біздің мектептің ол бағытта беретін тәрбиесін енді осы бір сұхбат, бір әңгіменің ішінде айтып жете салмаймыз. Оны білетін адамдар өздері түсінер. Түсінбеген адамдар болса, енді бұл жарнама емес. 7-ші сыныпта аяқтаған баланы қазақилыққа, руханиятқа жақын болып, білімді емес, қазақи мінезді қалыптастырам деген ата-ана бар болатын болса, онда Алматы қаласында орналасқан Абай атындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете отыратын республикалық мектеп-интернатқа беру керек. Солай ғой жарқын? Бізге алып келу керек. Осы орайда мен Дулатқа мынау студияда, экранның алдында, камераның алдында отырып, өзімнің шәкірттеріме мектебімнің атынан бір алғысымды айтқым келеді. Негізі реті келмей жүрген. Біз Ділмар деген шешендік өнер үйірмесін құрып, оқушылардың ішінде көшбасшыларын, айми жүзді серкелерін
іріктеп алып, ай мүйіз серкелерін іріктеп алып қалыптастырып, осы бүкіл елге осы өнерді жайық деп жүрген кезде, бағана айттым, мен жазу шеберлігінде дамытамын деп, оқушыларды қинап жүріп, зорлап жүріп, алдап жүріп, шабыттандырып жүріп, республикалық ұлан ақжелкендерге мақалаларын бергізіп, сөйтіп қарасам, кітаптар лайық болатындай деңгейде жиналып қалған екен. Содан алдыңа барғанда жоқпын, бір ауыз телефонменен Дүке оқушылардың шығармасы бір кітапқа лайық болды, жиналып қалды, шығарып бересің бе дегенде екі ауыз сөзге келмей әрине дедім. Міне, соның нәтижесінде мынау даланың дара ділмарлары, осыны оқып өскен біздің мектептің бейресми атауы дарынның кішкентай мектептің ділмарлары. Дарынның ділмарлары деген кітап өмірге келіп, оқушыларды шабыттандырды. Кеше сөйлесіп жылды қорытындылап жатырмыз, сонда оқушылардың былтырғы көктемнен бері қарайғы жазған мақалалардың өзі кәдімгідей жиналып қапты. Соны маған айтады, осы кітап дейді, жазылған дүниелер бізге шабыт берді. Қолымызға қаламымызды алып, қаламымызды жорғалата түсті дейді. Мен айтамын, мінекей, тек сөйлеу ғана емес, жазуға да шеберлік керек. Егер сендердің кітапқа лайық дүниелерің жиналып қалса, Дулат тағы біреуін 5 жылдықта, келесі 2024 жылғы 5 жылдықта тағы бір кітап шығарып беруден бас тартпайды, өйткені ол оқушыларды шешендік өнерді дамытуға үлес қосып келе жатыр деп айттым. Оқушылар риза болып қалды. Енді бір нәрсе ұтымды ұсыныс тастау деген осы ғой. Ұтымды ұсыныс тастау деген осы. Енді бір нәрсе, Дулат, сенің пікіріңе мен бір нәрсені қосып кеткім келіп тұр. Қалай қабылдайсың, өзің білесің. Мен сенің бір сөйлеген сөзіңде мына бір пікірді естідім. 3 нәрсеге қатты көңіл бөлетіндігіңді, мән беретініңді, көкке жоғары көтеретініңді естідім. Ризамын. Бәріне керемет көмектесіп жүрсің. Ол айтыс өнері, ол бәйге, ол күрес. Мен осы үшеуінің қатарына 4-ші етіп шешендік өнерді қосуыңды сұрайтын едім. Себебі ошақтың 3 бұты деген бар, 4 аяғынан тік басқан деген бар. Бұл бір 4 құбыласы түгел деген бар. 4-еу түгел болса төбеде келеді деген бар. Осының бәрін айтқым келіп айтатында, шешендік өнерді зерттеген Серік Негейім айтады, қазақ халқының рухани мәдени өмірінің ең бір аяулы, ең бір ардақты өнері шешендік өнер дейді. Бұл бекзада өнер. Осын бұған дейін енді осы кітаптар шығару арқылы шешендік өнерге қолдау жасауды бастап кеттің деп ойлаймын. Алдағы уақытта да біздің оқушылардың шешендігін шыңдауға қатысты бір жоба ұсынсам, мысалы Асылтастың YouTube арнасы арқылы мынау алдыңғы аға буынның ішіндегі шешен азаматтар бар. Солармен бүгінгі мектеп қабырғасында қалыптасып келе оқушыларды сұхбаттастыра отырып, пікір таным жасай отырып, сұрақ қоя отырып, соларды шыңдайтын бір бағдарлама сияқты дүние іске асырсақ, осыған атсалысу жағы қалай болады деген бір ұсыныс айтқым келеді. Дамыту үшін, шабыттандыру үшін, ынталандыру үшін. Енді Жарқын, бұл жерде былай ғой, жаңағы қазақтың делебесін қоздыратын 3 дүниені өзің айтып отырсың. Ол айтыс, ол бәйге, ол күрес. Оны Мұхтар Әуезов ағамыз айтқан, егер қателеспесем. Енді шешендік өнер негізінде айтыстың ішінде бар. Жалпы алып қараған кезде, иә. Мен қашып тұрған жоқпын бұл жерде. Ал енді біздің Асылтас қоғамдық қорының Асылтас ТВ YouTube каналында 100 мыңнан астам көрермен бар екендігі рас. Ол жерде әртүрлі қызықты материалдар, контенттер бар, мазмұндар бар. Егер де біз халық сүйсініп қарайтын, қызығатын дүниені жасай алу дайын жобасы ұсынылатын болса, біз оны жүзеге асыруымызға болады. Міне студияда бар деген сияқты барлық дүниені ескере отырып, бұл нәрсені дұрыстап ақылдасайық. Бірақ та пісіп тұрған жоба болса, Жарқын, енді оны ары қарай дамыту керек, оны ары қарай жетілдіру керек болатын болса, біздің бар қызметкерлеріміздің мүмкіндік жетпей қалуы мүмкін деген ситуация бар, бірақ та дайын тұрған дүние болса жалғастырайық. Жалпы жобаны іске асыру, ұйымдастыру, авторлық, тағы басқа шығармашылық жағын бәріне өзім жауап бере аламын. Техникалық жағы менен қаржылық жағындағы мәселелер ғана шешім тапса. Бұл енді мынандай мақсаттан туындады, Дуке. Қолқа сала келіпті деп айтуың да мүмкін, олай қабылдасаң да орынды. Мен бір мысал айтайын. Бағана шешендік өнердің мән маңызын түсіндіріп айтып жатырмыз ғой. Мен мына кітаппен салыстырып отырып, осы шешендік өнердің қадір қасиетін тағы да терең екенін көрермендерге, келешек бағдарламаның көрермендеріне жеткізгім келеді. Бұл шын салыстыру. Дейл Карнегидің шешендік өнер кітабының 41-ші бетінде мынандай ақпарат келтіріледі. 1863 жылы сол кездегі Гарвард университетінің экс-президенті, губернатор, сенатор болған Американың ең атақты шешені, нөмірі 1-ші шешен Эдвард Эвертте деген кісіні 1863 жылдың 23 қазанында бір монументтің ашылуына шақырады екен, сөйлеп беруге. 1863 жыл болған оқиға. Сонда ол айтады екен, енді 1-2 күн бұрын, 10 күн бұрын айтпайды ғой. Мен сөйлеуге дайын емеспін. Егер мені сөйлесін деп есептесеңдер, 1 айға шегеріңдер дейді, дайындалу үшін. Содан ол жаңағы үлкен даңқты шешенің сөйлеуін
19 қарашаға шегереді, бір айға жуық уақытқа шегереді. Бірақ бұл кітапта сол монументтің ашылуында оның не айтқанын жазбайды. Мәселе онда емес. Мәселе Американың даңқты шешені, Гарвардтың экс-президенті жай сөз айтқысы келген жоқ. Мәселе мынада, тарихта қалатын керемет сөз айтқысы келді. Бірақ оған ойлануға мұрсат сұрады. Енді мен ұлы далаға оралайын. 12-13 жасар сырым тайына мініп, жоқ іздеп Мөңке бидің үйіне барады. Кеш болып кеткен уақыт, амалсыз қасқырайып кеткеннен кейін қонуға тура келеді. Жамау жыртық киім киген баланы аса жақтырмаған болса керек, босаға жаққа жатқызып шалап беріп жарғақтан жауып қояды. Таңертең орнынан тұрса, сол үйдің семіз қызыл тұсағы үйелеп өліп қалады. Мына кітаптың ішінде жазылған. Содан Мөңке есікті ашып, ызғар шашып ұйықтап жатқан сырымға қарап айтады: "Әй бала", дейді, "үйге құтты қонақ келсе, мал егіз табады, құтсыз қонақ келсе, малын қырсық шалады деген. Сен құтсыз қонақ болдың, қайт үйіңе", дейді. Қайт үйіңе, дейді. Бұл мақалды біз бәріміз білеміз, бірақ екінші жағындағы маңызды дүниесін білмейміз. Сонда жаңағы ұйқылы ояу бала көзін тырнап ашып, сығырайып, Мөңкеге қарап тұрып айтты, дейді: "Ай Мөңке ата", дейді, "үйге құтты қонақ келсе", дейді, "малы өліп иесі аман қалады. Құтсыз қонақ келсе, иесі өліп малы иесіз қалады деген менің қандай қонақ екенімді осыдан біліңіз", дейді. Сонда риза болған Мөңке балаға сисауға беріп аттандырады. Біздің ұлы даладағы 12-13 жасар баланың сол сәтте ұрымтал тұста отымды сөз табу қасиеті осылай. Бұл бір ғана мысал. Мысалы 8 жасар Жолжақсы Қазыбектің үйіне келіп, жаңағы ордада қарамай, жаңағы байқамай қалған кезде аттанып кетеді. Сонда Қазыбек айтады: "Төле би қайта қайтпайды", дейді. Бет тасып кетті, қайта қайтпайды. Ол бір сөзін екі айтпайды. Бір барған жеріне екі бармайды. Ол батыр мінезді адам, дейді. Жаңа бір мысалдан екіншіге шығып кетті ме, айтып сайын енді. Батыр мінезді адам қайтпайды, қабат дегенде дейді. Ол кезде Төле Түркімен жерінде қалма, бір дауды шешіп, арқадан өтіп жатқан кезде Қазыбекке жолға кетейік келіп, орданың сыртынан дауыстайды. Орданың үстінде үлкен мәселені шешіп жатады екен де, олар аңғармай қалады. Үлкен дауыс шешіп жатқан ғой. Содан сәлден кейін барып, "Бағана біреу дауыстап еді, шығып қараңдаршы", деп бала жүгіртсе, Төле билер екен. Жүріп кеткен, бір бетке асып кеткен. Сонда қабат дегенде дейді Қазыбек. "Енді барып шақырмайсыз ба, досыңыз ғой", дегенде, "Жоқ, Төле би бір барған жеріне екі бармайды. Бір айтқан сөзін екі айтпайды, мен білетін Төле сондай батыр мінезді ғой", дейді. Сол кезде не істейміз деп басын тырнап сөйтіп отырған кезде топ ішіндегі 8 жасар Жолжақсы деген бала айтты, дейді: "Жылқыдағы шұбартайды ұстап берші, сол шалды алдыма салып қуып тұрып алып келемін", дейді. Соң бәрі таң қалады: "Ей, мына Қазыбектің қолынан келмеген мына баланың қолынан қалай келеді?" деп. Соң Қазыбек айтады: "Беріңдерші ұстап", дейді. Соны ұстап береді. Оған дейін олар 2-3 бел асып кетеді. Анау 3-4 белді асып, жүйріктаймен алдынан шығып келіп тұра қалады да: "Ассалаумағалейкум аталар, қалдарыңыз қалай? Мен осы ауылдың қозысы едім", деп жоқ сұраған болады да: "Сіз Төле боласыз ба?" деп сұрайды. "Иә шырағым, болсақ болармыз", дейді. "Сізді көрсем қояйын деп жүрген 3 сұрағым бар еді, рұқсат па?" дейді. "Қоя ғой шырағым", дейді. "Бірінші сұрағым, ағайынның арасында араздық болады, ол қайтсе татуласады", дейді. Сонда Төле айтады: "Дұрыс айтасың балам, ағайынның арасында араздық болады, келіспеушілік болады, бірақ бір ауылда дастарханы жиылмаған, бәйбішесі берекелі бір үй болады. Барлығы сол жерге келіп қымыз ішіп, шай ішіп жүріп, бір-бірімен татуласып кетеді да", дейді. "Екінші сұрағым, ерлі-зайыптылардың арасында да келіспеушілік пен араздық болады ғой, ол қайтсе татуласады", дейді. "Дұрыс айтасың шырағым, ерлі-зайыптың арасында да келіспеушілік болады, бірақ бір жұмадан аспайды, кейін үйленгенде өзің білесің", дейді. "Үшінші сұрағым, аға мен іннің арасында келіспеушілік пен араздық болады, ол қайтсе татуласады", дейді. "Дұрыс айтасың шырағым, аға мен іннің арасында да келіспеушілік болады, бірақ аға бордан болады, іні зордан болады. Бордың атасы тас, анасы құм, тас егіледі, тас мүжіледі, құм егіледі, іні кесірлі болса, аға кешірімді болу керек", дейді. Сонда Жолжақсы Төленің шаужайынан шап беріп ұстай алады: "Ай Төле, жаңа ғана ініңнің бір әрекетін көтере алмай кетіп бара жатқан жоқ па, түс алдыма", дейді. "Ой рахмет, ай шырағым, түстім алдыма", деп Төле би Жолжақсының сөзіне көніп Қазыбектің үйіне келеді. Тапқырлық па, батылдық па, ақыл парасаттылық па? Міне біз мысалы Гарвард университетін бәріміз армандаймыз, бірақ ұлы даланың университеті, ешкім бере алмайтын ұлы дала академиясының тәрбиешісі, оны кім береді, кім насихаттайды, кім келешек 22 ғасырға жеткізеді? Біз қазір бір ауыз сөздің қадір қасиетін түсінуден кеттік. Жаңғұтты айтқан ғой: "Бір сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды, бір сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды. Надандықтың белгісі өзін өзі мақтайды, көкірегі соқырға өмірде таң атпайды, шешеннің сөзі шын асыл қап түбінде жатпайды", деген. Сол қап түбінде жатпаған шын асылды іріктеп алатын, таңдап алатын, сұрыптап алатын жаңа буын көшбасшыларды қалыптастырсақ, олар 22 ғасырға, одан кейін ғасырға жеткізеді. Сондықтан мен салып отырған қолқа осы жолдағы жас таланттылардың көзін ашып, бағыт-бағдар беріп шабыттандыру еді. Керемет, жарқын, аманшылық болса ол жобаны жүзеге асыратын шығармыз деп ойлаймын. Енді бағанағы
нәрсеге қайтып келсек, Мгм. енді кәсіпкермін ғой. Жақсы. Шешендік өнер қажеттілікті, сұранысты қалап тұрған бағыт негізінде. Мгм. Көп адам өзінің сөз саптауын жөндегісі келеді, қалыптастырғысы келеді, бірақ қалай жасау керек екендігін білмейді. Біз айттық, шешендікке негізі болатын тек пен қан, Мгм. одан кейін еңбек, одан кейін білім. Ал еңбекті қалай ету керек екендігін, білімді қай жақтан алу керек екендігін түсіне білмейтін адамдар бар. Тағы да бағанағы сұраққа қайтып келе жатырмын. Мгм. Жарқын, осы бар дүниені түсінікті балаларға беріп жатырмыз. Мгм. Азаматтарға да бере алатындай қылып, қолдан келетін дүниені монетизация жасасақ. Мгм. Монетизация дегеніміз оны қаржы әкелетін бағытқа Мгм. бұру. Солай ғой. Иә. Енді анау икигай деген түсінік бар. Мгм. Икигайдың 3 домалақтың бірігінен көреміз. Иә. Біреу не саған ұнайды, екіншісі не сенің қолыңнан келеді, үшіншісі не үшін ақша төлейді. Мгм. Үшеуінің біріккен жерімен айналысқан адам өмірдегі өзінің бір бақытты кезеңдерін бастан кешеді. Мгм. Сол үшін енді қазір бірден жауап беру қиын шығар. Әрине. Бұл қажет дүние, қажет сервис, қажет қызмет. Қазіргі таңдағы ұлы даланың сол университетін, Гарвардтың артық қалыптастыру үшін әрине балаларды бала күнінен тәрбиелеген өз алдына. Ол бесік жыры, қиссалар, ертегілер, одан кейін әр мектептегі берілетін пәндер, баланың өзінің қызығушылығы. Ал енді 30-дан асып 40-тың қырқасына шыққан азаматтарға да бағыт бағдар беретін қызметтер керек болатын шығар деп ойлаймын. Оған сұраныс болатын шығар деп ойлаймын. Жарқын, осы бағытта қазір идея болса, қазір талқылайық, болмаса кейін бұны қарастырамыз. Кейін қарастырайық. Бұл идеяға, бұл ұсынысқа бұған дейін де шын айтсам мән бермегем. Себебі коммерциялық жаққа көбірек көңіл бөліп, негізгі мақсатым білім берудегі, жас ұрпақты дамытудағы дүнием былай ысырылып қала ма деген ой болды шын айтқан кезде. Әйтпесе енді ақша маған да керек. Оған шыңдалғаны керек, екі жаққа да пайдалы ғой. Дегенмен бұл ұсынысты асықпай қарастырайық. Мен қазір бүкіл қаперде жүрсін, бүкіл жан тәніммен, уақытыммен, күш қуатыммен өзім осы 5-6 жыл мектепте сабақ беріп келе жатырмын. Осыдан көрген азын-аулақ жетістікті одан ары қарай дамытып, менің арманым тоқетері болашақта Жарқынның мектебі еді деп шешендіктен қалыптасатын кішігірім мектеп. Ресми түрден салып алған ғимараты бар мектеп емес, бірақ Жарқынның қалыптастырған шәкірттерінің сөйлеудегі шеберлігі қалыптасқан мектебі қалыптасса деген мақсатты алдыға қойып жұмыс істеп жатырмын. Ұстаздық қылған жалықпас үйретуден балаға. Иә. Солай болып тұр ғой. Солай. Ол керемет. Енді ол мысалы үшін өмірдің мұраты, өмірдің миссиясы ретінде қалыптасып жатқан дүние екен. Өмірдің миссиясы туралы енді ол бөлек әңгіме, ол туралы қазір сөз қозғамай қояйық. Ұзаққа кетіп қалармыз. Жәке, енді қысқа қайырамыз деп отқан кезде 1 сағаттан аса сөйлескен екенбіз. Мынау ортамызда тұрған ойыншық, біздің киелі киіз үйіміздің бейнесі туралы 1-2 ауыз сөз айтып, осымен бүгінгі әңгімемізді, сыр шертісімізді аяқтасақ та болатын сияқты. Дұрыс. Шешендік өнерді насихаттау бұл жоғарғы деңгей. Иә. Біз қазір қазаққа қазақтың тілін қалай үйретеміз деген деңгеймен 32 жыл тәуелсіздікті әлі алысып жүрміз. Мен ұялам қатты осыған. Сол үшін қазақтың балаларын қазақтың тілінде сөйлесін, үйренсін, жан дүниесіне осы қазақтың рухы сіңсін деп жоба авторы Ғалымбек Қызырбекұлы екеуміз 2011 жылы атқа қонып іске кірісіп, осы электронды қазақ үйді ойлап таптық. Жобаның авторы, техникалық авторы Ғалымбек Қызырбекұлы, ол Қытайда алғаш рет компьютерден оқулық жазған IT саласының белді маман. Сыртқы техникалық жағының бәрін ең жоғары сапада жасады. Мен ішкі мазмұнның бәрін іріктеп, ақылдаса отырып, бір сөзбен айтқанда бұның ішіне 1200 шығарма енген. Бесік жырынан басталды, бағана айтып отырмын. Бесік жыры, 150 ертегі кәсіби дикталар оққан, балалар әндері, қазақ халық композиторларының ән күй, терме, толғау, қобыз, сыбызғы, жетіген, саз сырнай, Абайдың қара сөзінен бастап, бүкіл жасқа арналған 1200 шығарманы осы қазақ үйге енгізіп тараттық. Бұны мен алғашқы бүгін тәрбиеленіп бастауышты бітірді. Көз алдымда кішкентай інжу қызымыз осының айтқан бесік жырынсыз ұйықтамайтын, ертегісіз ұйықтамайтын. Қазір былтырғы жылы барсам, бастауышты бітіріпті. Бір өзі, бір театр. Өзі хабарлайды, өзі жүргізеді, өзі ән айтады, өзі көркем сөз айтады. Осыдан алған тәрбие. Одан бөлек Америкаға, Германияға, Жапонияға осыны сыйлық алып кеткендер өте көп. Бір нақты мысал айтайын. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің сол кездегі төрағасы Нұржами Алтынсақа Қалықбайқызы деген кісі болды. Отбасы банктің бұрынғысы ғой. Бір күні шақырып алып, маған рахмет айтты.
Жарқын 1-2 жылдың алдында осыны әуежайдан сатып алып, бірінші өзім тыңдадым, одан кейін орынбасарларым мен департаменттің директорларына сыйладым дейді. 1 жылдан кейін сол департаменттің директорлары маған келіп рахмет айтты дейді. Біз өзіміз орысша сөйлейміз дейді үй ішінде. Балалар мынаны көтеріп жүріп, менің қажақ үйім деп көтеріп жүріп, бір күні қарасақ тілдері қазақша шығып жатыр екен дейді. Ол 10 жылдың алдында болған оқиға. Сөйтіп сен біздің департаменттің орысша сөйлейтін басшыларының балаларына қазақ рухпен тілді сіңірткен осы жобаң үшін рахмет деп шақырып алып алғыс айтқан есімде. Осындай көптеген алғысы болды. Бұл қазақ тілін үйретудің, қазақ рухты бойға сіңірудің мақсат міндеті ретінде берілген. Енді бір күйден үзінді тыңдайық. Мінекей. Алыстан басқару тетігімен басқарасыз, қолыңызда кітап пен мазмұн бар. Қалаған мазмұныңызды тыңдап, қалаған шығармаңыздан рухани нәр алып, қалаған жастағы адамдарға үйрете аласыз. Қазір айына немесе жылына қанша осындай құрылғы сатылып жатыр? Енді шынын айтқан кезде бұл кезінде балабақшалар мен мектептерге жақсы таралды. Кейіннен мемлекеттіктің тарапынан бір тапсырыс берілетін болып, сондай бір уәде берілді, бірақ уәде желге ұшып кетті. Нәтижесінде бұл өзі қарызбен басталған, шығыны көп болған, өйткені авторлық құқығы бар, зауыттан өндіру бар, бұл жаңадан қалыптасқан плата, зауытқа жаңадан технологиямен ақша құйылған. Соның барлығы ақталмай, бұл өндірістен, базардан, нарықтан кетті да, енді қайтадан шығарды. Қазір енді көп адам ұмытып қалған, бұның менеджмент жүйесімен айналысуға менің де уақытым болмады, сондықтан қазір айына бір 3-4 ғана сатылады. Шынын айтқанда, жарнамасын жақсыласақ, алушылар бар. Бағасы қазір 25 мың теңге. Енді 2012 жылы 10 мың теңге болған. Одан бері қарайғы инфляцияны өзіңіз қазіргі таңда 25 мың теңгеден сатылады. Иә, 25 мың. Қайдан сатып алуға болады? Маған хабарласса болады. Қалай хабарласамыз? Жарқын Сәленұлы деген Инстаграмда парақша бар, телефон нөмірімізді қаласа жазып қоямыз. Бұл да бір кәсіптің түрі ғой. Қажетті интеллектуалды қабілетін арттыратын балалардың заманауи құрылғында. Енді бізді көрген көрермендер де қызыға жатар деп ойлаймын. Егер де осы видеоның астына осы киіз үйді қайдан аламыз деген сұрақтар болып жатса, каналды Жарқын өзің білесің, сол жерге жауап беріп, іліп алып кететін сәттер болсын, комментарийға жауап ретінде. Бұл қажетті дүние екендігі түсінікті. Қазір бәріміз жылаймыз, бала шағамыздың қазақ тілінде толыққанды тілі шығу үшін қазақша мазмұн, яғни контент жетіспейді деп, ютубтың барлығы ағылшын, орыс, басқа тілдерде қазақ тілінде контент аздық етіп жатыр, жоқ емес бар. Дегенмен де бір мысал айтайыншы, Дулат, айтпасам болмайды. Осыған балалар орындаған қазақ тіліндегі әндерді енгізейік деп 2013 жылы әлеуметтік желіні парақтап қарадық. Сөйтсек қазақ тілінде 5-6 ән шықты, балаларға арналған ән. Ал есесінде қазақ тілінде христиан дінін насихаттайтын, басқа дінді насихаттайтын 100-деген әндерді көрдік. Сол кезде жүрегіміз ауырып кетті. Біз балаларымызды үйде қазақ бол деп тәрбиелейміз, бірақ ютубта басқа әлеммен тәрбиеленіп жатыр екен ғой деп елдерден сұрап, өз балаларға арналған қазақ әндер көп емес, солардың бәрін жалынғандай болып алдынан өтіп, осының ішіне 150 балалар әнін кіргіздік. Сондықтан бұл ұлтқа деген бір жанашырлықтың, нақтыстың бір көрінісі. Бәрекелді, керемет, Жарқын. Енді біраз нәрсенің басын ашып әңгімелескен сияқтымыз. Әңгіме айта берсек әлі көп. Әңгіме бұзау емездер, бұзау таяқ жегіздер дейді. Басқа да жасайтын қызметтеріміз бар. Бүгінше осы әңгімемізді доғарайық. Болашақта тағы да бір тың дүниелер шығып жатса, осы сұхбатымызды ел дұрыс қабыл алып, қызығып, тағы да сұраныс туып жатса, басқа да тақырыптарға әңгімелесіп беруге дайынбыз ғой. Әрине дайынбыз. Халқымыздың рухани қажеттіліктерін қандыруға шамамыздың келгенше дайынбыз. Уақыт бөліп, көңіл бөліп, шақырып, жақсы бір берекелі, ғибратты, тағылымды әңгіме айтуға мұрындық болған, дәнекер болған Дулат құрдасыма алғыс айтамын. Қазақтың рухы мерейі үстем болсын. Кешегі алаш арыстарының жолын қуған ардақты азаматтар болайық. Әумин. Ал енді, құрметті достар, осымен біздің Жарқын Сәленұлымен болған әңгімеміз тәмам. Егер де әңгімеден барысындағы айтылған дүниелер көңілдеріңізден шығып жатса, өз ойларыңызды осы бейненің астындағы комментарий ретінде, тілек ретінде жазып отырыңыздар. Егер де ашылмаған тағы да қосымша сұрақ қоюларыңыз келсе, Жарқын Сәленұлына сұрақты қоюға әбден болады. Осының астында комментарийға жазсаңыздар, Жарқын Сәленұлы сіздің сұрақтарыңызға сол жерде жауап береді деп ойлаймын. Солай ғой? Шамамыздың келгенше. Шамаға келгенше. Сондықтан да аман сау болайық. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын.